Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше ішінде начинкасы бар печеньенің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Бірінші қантымызбен жұмсақ сары майымызды бөлме температурасындағы біріккенше араластырып аламыз. Сары май жұмсақ болуы қажет. Егер сары май тоңазытқыштан шыққан болса, микроволновкада кішкене жылытып алсаңыздар болады. Осы араласқан қоспамызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды қосамыз. Біріккенше араластырып алсаңыздар болды. Осы қоспамызға құрғақ ингредиенттерді ұн, какао және қамыр қопсытқыш 1 шай қасық толтырмай шым-шым тұз қосып, қамыр илейміз. Бізде қамыр қолға жабысады, сол үшін жарты сағатқа морозильникке қойып қойсаңыздар болады. Сонда печеньені формаға келтіру оңай болады. Міне, бізде печеньенің сыртқы қамыры дайын. Енді начинкасын жасауды бастаймыз. Бізге қант, кокос ұнтағы және творожный сыр қажет. Осы массамызды біріккенше жақсылап, лопатканың көмегімен немесе қолыңызбен араластырып алсаңыз болады. Осы массамызды морозильникке 20-30 минутқа қойып қоямыз. Кішкене қатуы керек, өйткені қазір жұмсақ болып тұр. Міне, бізде начинка дайын, холодильникке жіберсеңіздер болады. Біз сыртқы қамырын жасауды бастаймыз. Бірінші 20 граммнан осылай домалақ формаға келтіріп алдым. Менде рецепт бойынша барлығы 20 печенье шықты. Духовканы 170 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Печенье 15-20 минутта дайын болады. Бізде шоколадты шариктер дайын. Осы қамырды жайпақтап, ішіне начинкамызды саламыз. Начинканы көз мөлшермен салсаңыздар болады. Шамамен салмағы 4-5 грамм. Осы жайылған қамырымыздың үстіне начинкамызды салып, жан-жағын печеньенің біріктіреміз және домалақ формаға келтіреміз. Печенье духовкада 170 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Міне, печеньелеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көруге кеңес беремін. Әдемі әрі өте дәмді болып шықты.